Сәлем достар, бүгін муравейник десертін пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен 2 жұмыртқаны жарып, жақсылап араластырып аламыз. Үстіне 3 ас қасық шекер, жарты шай қасық сода қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Кішкене шым тұз қосамыз. Және бөлме температурасындағы сары майды немесе маргаринді қосуымызға болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Ұнды жаймендеп қосып, қамыр илеп бастаймыз. Қамырды жарты сағатқа морозильникке қойып аламыз. Жарты сағаттан кейін теркадан өткізіп, оны пісіріп аламыз. Үстіне сгущенка құйып, жақсылап араластырамыз. Араластырып алғаннан кейін, осылай стаканға салып, форма жасап алатын боламыз. Ең алғаш салған кезде стаканды сулап алсақ, шабыспай түсетін болады. Міне осылай өте әдемі, жақсы түсетін болады. Келесі ары қарай барлығын осылай жасайтын боламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.